Ассалаумалейкум ауылдастар, көпшілік. Бүгін міне өздерің куә. Ауылдың жастары бастады, ағалары қоштады. Ағалар бастап, жастар қоштап. Бүгін міне ауылымыздың азаматы Нұрсүйек Бейсенбек Нұрханұлы. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасынан әлемнің күміс тоғызқұмалақ ойнаған қазақтың әлемнің жарыстан күміс жүлдегері атанып келіп жатыр. Соған ауылымыздың өзіміздің іс-шарамыз ат мінгізіп шапан жабу деген, орамал тон болмайды жол болады деген ниетпен ауылымыздың азаматына кішкене қолдау көрсетіп жатыр. Осындай шараға атсалысып жатқан барша ауылымыздың азаматтары, қаржылай көмектесіп жатқан ауыл ағалары бар, жастары бар, өскелең. Бәріне де көп рахмет. Мынау міне жастар өздері ағамыздың атына деп бүгінгі мерекеге тай жарыс атты ұлттық спорттарымыздың бірі тай жарыс ұйымдастырып жатыр ауылдың жастарына. Шара оң болсын, құтты болсын бәрімізге. Осындай ауылымыздан чемпиондар шыға берсін. Ассалаумалейкум ауылдастар. Ауылдастар, сіздерге көп рахмет. Алла разы болсын. Аманшылық болсын, денеріңіз сау болсын тек. Рахмет. Осындай сый құрмет көрсетіп жатқандарыңызға рахмет, ауылыма рахмет айтамын. Қошемет соқ, бір жүйрік жеке дара, келе жатыр. Атыңды бақты аламан топқа, өр сайға жүрді саққарды тақта, қалтасқа шедіріп көзі ашты түрін ау жабылып жатта, қағасы соқта, тұяғын сақта, қаңқасырып ал шабатын шақта, баландай қала, қағамамақта, бәйдалатын жоқ жүйірған бақта, бабадан қалған дәстүрді сақта, атадан қалған... 39 жылы тудым. Содан 63-ке дейін, 54 жасымда шаруадан шықтым, пенсияға, 53 жасымда. Себебі мен 33 жыл сол шаруада болдым қойда. Сосын енді мынау бала шаға шүкір 9 балам болды. 2 қыз 7 бала. Соның енді мынау балдарымыздың алды ғой енді, келіп атқан. Бәрі де жақсы баламның, бәрі де үйленіп, қызым үйленіп, бәрі де үйленіп кетті түгел, аман әйтеуір. Балам дейтін сонау Павлодарға барып, бірінші орын алып, енді әлемнің несін алып келді ғой. Аудан, облыс басшылары бәрі де сау болсын деп айтып жатыр, келіп жатыр. Енді балам дейін ғой, енді ар жағымда өзімнен шыққан баяғыда тие берсін, апан сүй дейтін, мен кеткенсің, балам деп айтасың ғой деп. Тек бірінші аман келуіменен, екінші жаңағы енді барғасын, бірталай жерден барғасын, орын алып келген жақсы көресің ғой. Тек аманшылықта, тек осындай, тек той болып, тек жүрген жерінің бәрі осындай құмалақ іші болсын, басқа болсын, әйтеуір алда келеді, жатсы екен деймін. Жарыс енді Монғолия елінде болды. Бұл жарыс мүмкіндігі шектеулі жандар арасында тұңғыш рет өткізіліп жатқан жарыс, әлем чемпионаты. 10 мемлекеттен қатысты, 75 қатысушы болды жарысқа, 10 мемлекеттен. Жарыс өте жақсы өтті, өз деңгейінде. Әр елдің мықтылары келеді ғой жерге. Бұйырғаны осы, күміс жүлде болды. Құрдасымыз Бейсенбектің 9 құмалақтан күміс алқамен келгеннің шарасына келіп атқан жайымыз бар енді. Алда одан да биік орындарды ала берсін деймін. Құрдасыма сәттілік. Мынау құрметті ауыл тұрғындары, ауыл азаматтары, бүгінгі мынау ата заңның 30 жылдық мерекесіне орай болып атқан мынау үлкен шара. Бұл шараның негізгі себебі біздің ауылымыздың түлегі, біздің оқушымыз, біздің шәкіртіміз мынау ұлттық ойыннан 9 құмалақтан бүткіл Қазақстанның, бүткіл қазақтың намысын қорғап келді. Намысын қорғап, ұлы Шыңғыс ханның отаны мынау Монғолияға барып, содан қазақтың намысын қорғап, әлем чемпионының жүлдегері болып оралып жатыр. Ауылдың жастарының, ауылдың адамдарының ұйымдастыруыменен осындай марапаттау шаралары өтіп жатыр.
бұл үлкен дүние, үлкен қазақтар, бұл әлем чемпионына тоғызқұмалақтың ұлттық ойын екенін танытып келіп, Паралимпиададан жүлдемен орылды. Рахмет Бейсенбек, сау бол, денің сау болсын. Әлі де осындай болып, Паралимпиададан әлемнің әрбір жеріндегі, әрбір болып атқан әлем чемпиондарына қатысып, табысты оралуға тілектестік білдіреміз. Құлағын түр, қайшылап қазанаттарым, топырағы жаңарып дала жатыр. Ағайын қошемет соқ. Соңғы айналымға кеттіңдер балдар. Мұхтар Серікбол, Ақкербез, Бөлекбаев, Айдынғали, Айсары, Бопаши, Тәкенов, Асылбек, Шарагөз, Сикош. Тайлар танасуда, шабың балдар. Мәреге келатқан Бөлекбаев, Айдынғалидың Бопаши атты тайы. Бәйгі бала Итон, бәйгі құтты болсын ал. Екінші орын Мұхтар Серікбол, Ақкербез, бәйгі бала Тимур. Жүлдеден жүлдеге жете берің ал балдар. Абайла. Сап, Талас. Үшінші келген Бөлекбаев, Айдынғали, Айсары, төртінші Есаламан. Бәйгі бала Ақылбек, бесінші орынға Тәкенов, Асылбек, Шарагөз, Сикош. Алтыншы орын Аманбек, Жасқанат, бәйгі бала Газон. Бәйгелерің құтты болсын, 6 орын бар. Бәйгеден бәйгеге жете берейік. Осындай баласының жетістігіне жетіп, мерей үстем болып атқан Нұрхан әкеміз бен Айтбек анамызға осы ауылдастардың атынан шапанымыз бар. Сол сәтті бір тамашалайық, сосын тағы да мерекелік шара жалғаса береді ары қаратай өзінің жолымен. Әкеле қойын. Нұрхан әкемізге шапаны бар міне. Ал, анамызға да шапаны бар. Құтты болсын, балдарыңыздың жетістігін көріп, үйсі жүре беріңіздер. Ешқашан жақтарың түспей, жамандық көрмен, қартаймаңыздар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Мынау енді жаңағы ауылдастардың атынан азғантай ғана сый-сияпатымызды бәріміз жасадық қой. Мынау бәкеңе бір атымыз бар, ортаға әкеле қойың. Ауылдастардың атынан Бейсенбек ағамызға беріліп атқан ат, қошемет көрсетіп қояк. Бәке, өзіңде барып қасына. Диплом Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай және Монғолия Баян-Өлгей елінде тұңғыш рет әлем чемпионының күміс жүлдегері атанған ауылымыздың азаматы Нұрсебек Бейсенбек Нұрханұлының құрметіне ауыл азаматтарының қолдауымен ұйымдастырылған тай бәйгеде жүлделі 3-ші орын алған Мейрамбек марапатталады. 3-ші орынға бәйге жүлдегер 20 мың 93 жылғы ауылдың жігіттерінің спонсоры болып жатыр. Ал молодец.